Әлішердің өзі қайда? Карина, бұл құпия. Сіздер үшін Әлішер жұмыста. Мен сізден кешірім сұрауға келдім. Мені кешіріңізші. Мен артық кетіп қалыппын. Бәрі дұрыс, жүре бер. Қазіргі кезде біздің комбинаттың жағдайы өте қиын. Оның ертеңгі тірлігі өсуі мен қабылдаған шешімге байланысты. Мен соны айта кеткім. Қызым, қайда жиналдың? Қарағандыға қайтым керек. Отбасымыз болып, бәріміз бір жиналсақ па деп едім. Жақсы, айтсаңыз бол, дайындап қоямыз ол. Ол келмейді. Бас істеріңіз, а? Мен сенімен ойнап отырмын ба мұнда? Сен менің орнымда болғанда, менің өмірім бірталай жеңілірек болар еді. Орныңмен ауысқың келе ме? Келеді. Әлішер, сәлем. Жағдайың қалай? Онша емес. Күні бойы жүрегім айныды. Саған өзім хабарласайын деп ем. Жағдайың қалай? Сол, баяғы жатыс. Денем қозғалтпайды. Әлішер, осының бәрі мені әбден қажытты. Біз қашан бірге боламыз? Ішім пісіп кетті. Бір өзім ғана. Шамалы шыдайынды. Қашанғы шыдайым. Ешкімге керек жоқ адам сияқтымын. Меруерт, сен маған керексің. Естіп тұрсың ба? Онда неге біз бірге емеспіз? Мен ауруханадан тезірек шығу үшін бар амалын жасаймын. Көп ұзамай бірге боламыз. Осыған сөз беремін. Әлішер, сен күте тұрасың ба? Рахина, бүгін біз түні бойы сөйлесеміз. Сенің ішің пыспас деп ойлаймын. Мен сені жақсы көрем. Кейін хабарласам. Жарай ма? Қайда сұқтыңдар? Алтынай жарайды, дүкенге барады. Сен қайда жиналдың? Әкімшілікке баруым керек. Жаяу ма? Несі бар? Мәди, қорадағы велосипедпен кетпедің бе? Әкімшілікке сол ескі великпен барайын, не? Онда отырған не бар? Біз Алтынай екеуміз зейнеткерлерге товарды сонымен тасимыз. Қазір әлем халқының бәрі велосипедке көшіп жатыр. Енді жаңа болса бір сәр. Мен сендерге жағасын алып берем. Керек жоқ. Денсаулыққа пайдалы ғой? Біз ауылда тұрамыз. Ауамыз таза, жем-шидек. Егістік алқабында жұмыс істейміз. Бұның барлығы да денсаулыққа пайдалы. Алтынай, қоя сал, өзім жинастырам. Кетесің бе, рахмет. Дүкенге бару керек еді. Мен де кеттім. Тамақтанып алдыңдар ма? Иә. Аба, біз шығып барамыз. Жақсы балам, жолдарың болсын. Қызық көздері. Соларға қарап қуанам. Сен великпен барғың келмеп еді ғой? Иә, жалғыз өзім барғым келген жоқ. Екеуміз барсақ, бар ғой бұны. Кел отыр. Қайда мұнда? Иә, отыр. Өш қорқа. Ой, отыр, қорқпа, немене қорқасың? Кел. Сенбейсің ба не маған? Сенем. Дайынсың ба? Иә. Кеттік па? Кеттік. Ақын жүріп береді. Әлі балалықтар қалмаған.
Қайырлы таң, Әлшер. Қайырлы таң. Түнімен ұйқыңыз қанбаған ба? Тілімнен көрініп тұр ма? Әдетте күш қуатыңыз тасып, сергек жүруші едіңіз. Мына ауруханадан қалай қашып кетсем болады деп неше түрлі жоспарлар құрып. Қазір қарасам, бейжай жатсыз. Сонан кейін айтқаным ғой. Кейде іш пысқанда осының өзі қызық болып көрінеді. Ішіңіз пысқан соң ауруханадан қашып кеткіңіз келе ме? Жаныңызды мазалайтын сұрақтардан қашып құтыла алмайсыз. Иә. Мен бұрын психологтың көмегіне жүгініп көрмеппін. Өмірімде бірінші рет. Аға қарындастарыңыз бар ма? Иә. Екінің бар. Ата-аналарыңыздың барлықтарына бірдей қарайтыны көрініп тұр. Барлықтарыңыздың жауапкершілік сезімдеріңіз жақсы қалыптасқан. Бауырларыңызды жақсы көресіз бе? Әрине. Сізге не қымбат? Отбасы ма? Жұмыс па? Міне қара, көптеген адамдардың бірден 2 сақина тағып жүретіндерін байқадым. Неге үшеу тақпайды екен? Шын айтам, қараш әдемі емес па? Бәлкім мен бұндай нәрселерді біле бермейтін шығармын. Меніңше, мұндайды ақылды адамдар ойлап тапқан. Түу, Жаныбек, өзің барып тұрған сараң екенсің. Жоқ. Егер саған ұнаса, сыйлайын. Иә, маған айт. Бірақ менің 2 сақина тағуым қажет емес шығар. Сен тіпті 1 сақинаны да тақпайтын шығарсың. Неге? Тағам? Досхан Қасымұлы, онда кіруге болмайды. Сенен сұрауды ұмытып кетіппін. Досхан Қасымұлы, сыпайылық сақтасаңыз нетті? Жәнібек, сен өз орныңды білмей жүрген сияқтысың. Неге олай дейсіз? Біреудің кабинетіне баса көктеп кіріп кеткен жерім жоқ. Майра, Әлішерді шақыр, бері шықсын. Майра, ешкімді шақырудың қажеті жоқ. Досхан Қасымұлы қазір кетеді. Егер кетпесе, күзетті шақыр. Иә, Жәнібек, сен сияқтылардың жер басып жүргеніне таң қалам. Кеше Мәулен жағында болдың. Одан Айдар жағына шықтың. Енді міне Әлішерге ауыстың. Әлішерді қашан сатып кетер екенсің? Егер мен Әлішер болсам, сені баяғыда қоп шығарем. Сені де, және ана сұр жылан Каринаны да. Әлішердің сенгені сендер болсаңдар, Әлішер ұзақта бара қоймас. Әлішер бізге сенім білдірді. Сол сенімділік үшін біз оған қарыздармыз. Ажырамас доспыз. Сенің достығыңның құны. Майра, күзетті шақыр. Жарайды, күзет шақырып өре алмай қойыңдар, өзім ақ кетем. Иә, әлгі мақала Әлішерге жеңіс әкелді. Бұл жолы мен жеңіс таптым, оны мойындаймын. Бірақ шайқас әлі алда. Аяқтарың аспаннан келгенін білмей қаларсыңдар әлі. Айтпады деме. Дәл солай болады. Лида, мен өзім жинаймын. Сен көлікке отыр. Қане маған бер. Бара бер. Сәлеметсіз бе, Олег Петрович? Кетіп бара жатырсыз ба? Я, біз кеткелі жиналып жатырмыз. Олег Петрович, тоқтай тұрыңызшы. Сізбен сөйлесуім керек. Егер сөйлеспесемше, тағы да жендеттеріңді жібересің бе? Әлде көлігімді өртемекпісің? Жоқ, енді ондай жағдай қайталанбайды. Айтатын әңгіме бар. Туристік базаны сатпақшымыз. Өтінем, Дәулетке хабарласыңызшы. Неге? Турбазаны сатам. Дәулетке неге жабысып қалдыңдар? Басқаларға сатыңдар. Алатындар табылар. Сату қиын болып тұр.
ешкім алмай жатыр. Онда мұны дәулет неге алуы керек? Қызық екен. Жоқ, барлығы саудасы жүріп тұрған жерлерді алғысы келеді. Жарнамаға қаражат салғысы келмейді. Ал дәулет істің көзін таба біледі. Әлі-ақ шаруаны дөңгелетіп әкетеді. Онымен сөйлесіңізші. Одан сұрақ берейін. Егер ниеті болса өздеріңмен хабарласар. Тоқташ. Несиені өтей алмай қиналып отырған жайымыз бар. Егер дәулет сатып алмаса, туристік базаны банк алып қойғалы отыр. Жарайды, онымен сөйлесем. Хабарласам. Сонда Досхан Қасымұлы неге келді? Ол Әлішердің сыңарын көрді ме? Көрген жоқ. Әйтсе де ол Әлішердің кабинетіне кіріп кетуге шақ қалды. Ал сыңарын көрсе не болар еді? Көрмеген жақсы болды. Онсыз да жаны тыным таппай жүр. Карина, Досханның не дегенін естісең ғой. Оны жала жапқан үшін сотқа беру керек. Не деді? Айтыңдар. Оны заң жүзінде жауапқа тартқызамыз. Не дегенін саған Майра жақсылап айтып береді. Ол жағын қатырады. Ой, Майя, шынына келсек, қазір өсекті еркектер айтатын болған. Әлішер Досхан Қасымұлын сотқа беруді қолдай қоймас. Ол ондай адам емес. Оны рас. Бірақ мен оны көндіруге тырысайын. Әйтпесе Досхан маза бермейді. Егер солай істесек, аяғын тартып жүретін болады. Бәлкім ойланар. Иә. Жақсы қыздар, жұмысқа кірісейік. Олардың естегенін ұмыттың ба? Осыдан соң да дәулетке телефон соғамысың? Менің міндетім айту. Ар жағын дәулет өзі біледі. Алло, дәулет, сәлеметсіз бе, Олег Петрович? Сәлем, бауырым. Қалғалай. Бәр жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Бізде бәр жақсы. Тағы да турбазаның қожайындарымен кездесіп қалдым. Турбазаны сатқысы келеді. Несиелерін қайтара алмай, қиналып жүрген сыңайлы. Хочет продать турбазу. Неге де болса, келісіп отыр. Ал сосын, дәулет, егер ондай ойың болса, өзің хабарлас. Ондай ойым жоқ, Олег Петрович. Жігіттерді сұра. Дәулет, жігіттер қалай? Дайындалып жатыр. Көп ұзамай біріншілік. Солай ма? Дайындап жатырмын. Сіз де келіңіз. Ештеңе деп уәде бере алмаймын. Көреміз. Ну ладно. Жігіттерге сәлем айт. Мұнда Лида сәлем айтып жатыр. Жарайды, жақсы. Жақсы, сау болыңыз. Ал, не дейді? Не десін? Жарысқа дайындалып жатыр екен. Бізді де шақырып жатыр. Солай ма? Дәулет туристік базаны сатып алса, жақсы болар еді. Өмір бойы көкөніс сатып жүрмейміз ғой. Құдай қаласа де. Құдай қаласа. Жарайды, үйге қайтайық. Қазір? Сәлем, құрбым. Сәлем. Сенің еш нәрсе жей алмайтынды білем. Мынау саған. Жоқ, Аида, рахмет. Мен оларға тіпті қарай алмай жүрмін. Одан да су ішейін. Соңғы 3 күннің ішінде арықтап кеттім. Олай болса, мен де су мен мандариннен басқа ештеңе жемеймін. Мен де арықтайын. Саламатсыз ба, Аида тәте? Сәлем, Артур жан. Қайдағы тәте, Артур? Алсам бола ма? Әрине болады. Рахмет, Аида тәте. Сеніме, Артур жан, а? Қарашы мұны. Меруерт, мен сонда кәрі көрінем бе? Қалжың ғой, Аида. Қалжың дейді. Мен кәдімгідей ойланып қалдым ғой. Келгенің жақсы болды. Әйтпесе, жалғыздықтан жанымды қоярға тіпті жер таба алмай жүрмін. Ой, жаным-ау, Әлішер тездетіп, шығып, өзімді қуансын. Қазіргі жағдайымды біледі ме? Әрине біледі. Бірақ дәрігерлер ауруханадан шығармай жатыр. Осы аптаның аяғына қарай шығарса, жақсы болар еді. Сосын алға барамыз. Қонаққа шақырды. Мәссаған, жағдайларын мынау. Ендігі жетпегені қыдыру еді. Аида, Әлішер қазір аяғына тұрып кетті. Оны тек ауруханадан шығармай жатыр. Ал менің алда болғаның өзіме жақсы. Таза ауа жұтып дегендей. Ауылға неге бара жатырсыңдар? Тойдың жайын ақылдасасыңдар ма? Білмеймін. Оны да ақылдасырмыз. Тездетіп той жасау керек. Ішімнің білініп тұрғанын қаламайды.
Қазір қандай мерзім? 5 апта. Онда уақыт созбаңдар Меруерт. Иә. Өзің қалайсың? Бәрі жақсы. Мұса тамаша жігіт Меруерт. Бақытты болыңдар. Рахмет. Дәулет, мынауың не? Аурухана десе шошисың. Сөйте тұра сол жаққа баруды өзің тілеп аласың. Енді сау аяқпен отырып тұттым ғой. Бұл отырып тұру қан айналымына пайдалы, білесің бе? Білем. Істей аласың осылай? Жоқ. Мен келмесем екінші аяғымен жаттығу жасайтын едім. Келгеніңе рахмет. Сақтап қалдың мені. Тамақ іштің бе? Тіпті тамақ ішпейтін болып кеттің ғой өзің. Отыра берсең қалай тамақ жейсің? Асфальт бет қазір ма? Дәулет. Не? Айтпашы. Олег Петрович хабарласты. Жағдайлары қалай? Жақсы, саған сәлем айтып жатыр. Турбазаны сатып аласың ба деп ұсыныс жасап жатыр. Ұсыныс жасаған кім? Қожайындар, егер Дәулет алса, арзан бағамен береміз депті. Өзіңнің не ойың бар? Білмеймін, сен қалай ойлайсың? Ойлап тұрмын енді. Егер көлікті сатып, алғашқы жарнасын берсем, бірақ көліктің де ақшасын алып түгел берген жоқпын ғой. Олар сонда ақшаны бөліп төлеуге де келісіп тұр ма? Келісіп тұр. Орай шығып тұрған шаруа негізі. Мүмкін төбелесіп қайтарсың? Табылған ақыл. Өзің ойлап таптың ба? Мүмкін менің орныма сен барасың. О, апам хабарласып жатыр. Жайт, шай қойсың. Алло. Апау. Амансыңдар ма? Жағдайың қалай? Аяғың қалай? О, құлыным, аяғыңа салмақ түсірме. Дәулет, Линда екеуің осы демалыстан естисіңдер, боссыңдар ма? Енді көптен бері басымыз қосылған жоқ. Үйге келіңдер. Линда екеуің Тамара құдағиды ала келіңдер. Келесіңдер ғой? Жақсы балам, күтеміз. Сау бол. Қанатым. Қалайсың? Жақсы. Аяғың қалай? Аяғым біраз ауырып қалды. Әкімдіктегілер не деді? Құжаттар тапсырдың ба? Тапсырдым, жақсы былай. Мақұлдады. Өзіміз реттеп береміз дейді. Бір күнде шаруашылықты көруге бір адам келеді. Великпен келгенді көргенде не деді? Ештеңе, көрген жоқ олар. Әкімшілік ішіне великпен кірмейтін шығар. Негізі Айнұр дұрыс айтады. Жаңасын алу керек. Былай, жылдамдықтар баршы, жеңіл болады. Мен семен великке отырмайым. Қатты жүресің ғой ма дейм. Жаяу жүрген денсаулыққа пайдалы. Ал мына біреу шемішке біле білсең. Не дейді сендер жақта? Шекілдеу дей ма? Денсаулыққа зиян. Бір рет великке отырған екен, салауатты өмір салтын ұстана қалыпты ғой. Жоқ, не, ішетін бір нәрсе берші. Суығы бар ма? Білмеймін. 100 теңге. На, берші. Ақшаңды берсеңші. Ойбай. Еме, күйеуінің арқасында бизнесімді көркетейін деп барсың ба? Берем ғой? Жазса онда мен атына әкеп. Сен де дүкеннің шемішкесін шағып тұрсың ғой? Ой, кім хат жазып жатқан? Талғат ғой таңнан бері Айнұрға хат. Екі ғашық. Қайсы? Осы сен маған соңғы рет қашан хат жазып едің? Неменеге жазам? Қасыңдамын ғой? Ешқайда кетіп жатқан жоқ. Енді телефон арқылы да жазуға болатын еді ғой? Соны жазсам жаның жете ба ма? Иә. Серек, жазайын. Сөзінде тұрасың ғой?
Иә? Мен фирмаға барам керек. Жарайды. Рахмет. Алло? Рыскүл құдағи? Сәлеметсіз бе? Мен Гаухар ғой. Өзіңізге хабарласып жатқаным осы демалыста ана жан жақта жүрген балалар мен құда жекжаттардың басын қоссам ба деп едім. Меруерт екеулеріңіз келіп дәм татып кетіңіздер. Иә, жексенбі күні. Келесіздер ме? Жақсы сонда. Күтеміз. Сау болыңыз. Құдағи, қалай? Бәріне хабарластыңыз ба? Хабарластым. Әлшер қалды. Енді азық-түлікке барып дастархан жасау керек. Сіз маған алатын нәрселердің тізімін жазып беріңіз. Мен ертең ауруханаға барып, жол-жөнекей ала келейін. О, құдағи, рахмет сізге. Жақсы. Карина, неге өзің тамақ ішпей отырсың? Рахмет жеп отырмын. Қолыңа не болған? Бұрын байқамаппын. Бір күні бір қылмыскерді ұстамақшы болғанбыз. Қолында пышағы бар екен. Сол пышағымен мені жаралады. Иә, бір ажалдан қалған екенсің. Иә, бірақ ол ештеңе емес. Одан да қауіпті бір жағдай болған. Бір қылмыскер өзінің есі дұрыс емес, күлімдеп тұрған. Сонда қолында бірдеңе ұстап тұр екен. Қарасақ гранат екен. Сол гранаттың түймесін жұлып алған. Содан? Содан бір сәтте гранаттың қолынан тартып алып, қауіпсіз бір аймаққа лақтырып жіберуге тура келді. Міне керек болса. Сенің жұмысың өте қауіпті екен. Аздап бар, иә. Енді әрине сол жолы жаның аман қалды. Ылғи да солай бола бермейді ғой. Әрине. Сәттілікке байланысты көп нәрсе бар. Бірақ ең басты ол тәжірибе. Иә. Енді күніге басың тәуекелге тігесің. Қылмыскерлерді ұстайсың. Әрине түсінем, жұмыстың атты жұмыс, бірақ байқап жүрші. Жарайды. Карина, барлығы өте дәмді болды. Мен айтайын дегенім, демалыс күні екеуміз бір жаққа барып қыдырып қайтсақ етеді. Мысалға, түнгі клубқа баруға болады, үйлеп қайтсақ. Түнгі клубқа? Енді ұнамаса көлге барып бір қайықты алып сонымен серуендесек болады. Жарас, мүмкін киноға барармыз. Кино болса, кино, жарайды. Жағдайыңыз қалай? Жаман емес. Психологыңызбен сөйлестіңіз бе? Жақсылап сөйлестім. Ол кісі маған ауруханадан терезеде шығыңыз деді. Бұл жерде жату сіздің психикаңыз бен денсаулығыңызға өте зиян деді. Ол бар болғаны психолог қана. Денсаулығыңыздың жайы көбірек бізге мәлім. Дәрігер ретінде айтарым, 2-3 күн бақылауымызда болғаныңыз жөн. Бұл денсаулығыңызға да пайдалы. Есігіңізді бұзып, терезеңізді сындырмай тұрғанда бейбіт түрде қоштасайық аға. Әлішер, қалжыңдап тұрған жоқпын. Сізді әзір шығармаймын. Аға, тәуір болып қалдым ғой. Тіпті жарысқа қатысуға да дайынмын. Өлетін бала болауға қарай жүгіреді. Ақыл тыңдағаныңыз жөн. Аға, мен қалжыңдап тұрған жоқпын. Қағаздарыңыздың барлығына қол қойып берейін. Қылмыскерді ұстау операциясының жайы қалай болмақ? Енді тергеушімен сөйлесейін. Үйде жатып емделгім келеді. Ал қылмыскерді ұстай берсін өздері. Аға, жіберіңізші. Бәрін де түсінем, бірақ біз де түсініңіз.
денсаулығыңыз тек өзіңізге ғана емес, бүкіл қоғамға керек. Сондықтан мен сізді жібере алмаймын. Жақсы, қалған науқастарыма барайын. Жақсы. Алло, Меруерт. Сәлем. Дәрігермен сөйлестім. Жоқ, бүгін бара алмаймын. Жібермей қойды. Ғалия, Меруертті көрдің бе? Айда екеу қонақ бөлмеде отырған? Ол жақта ешкім жоқ. Айда дедемен бірге аулада серуендеп жүрген. Әже, ауылға қашан барамыз? Қайта-қайта айта бересің бе? Айттық қой енді. Демалыс күні барамыз. Одан да не сыйлық аламыз, соны айтшы. Басып қатып отыр. Кеттік сыйлық алайық. Меруерт, қалың қалай? Жаман емес, апа. Кішкене жақсы болып қалдым. Қандай сыйлық аламыз? Құрғыл бармаймыз ғой. Ол жағын ойламаппын, апа. Ойланайық. Есте қалатын сыйлық болу керек. Құдағыңызға жақсы бір орамал сыйласаңыз болады. Мен сақина немесе білезік сыйлау керек деп ойлаймын. Әлішерге не сыйлаймыз? Мұнда енді бәрі бар. Бауырларына ше. Әйелдеріне не сыйлаймыз? Косметикалық салондардың сертификаттарын сыйласаңыз дұрыс болады шығар. Оларға да әшекейлер сыйлау керек. Жарайды, апа, мен барып жата тұрайыншы. Қызығым көтеріп тұрған сияқты. Иә, барып жата тұр. Ойланшы. Әлішерден сұрашы, не сыйлауға болады бауырларына. Біреу спортшы, біреу фермер. Әйелдерге табылады ғой енді. Жарайды, апа, мен ойланам. Ойлан. Алтын сағат сыйласақ қайтеді. Сапқа тұрыңдар. Ерте келіпсіңдер ғой. Ұзағырақ дайындалайын деп едік. Жарысқа бірнеше күн қалды. Дұрыс. Бүгін қорытынды жаттығу. Осы жерден еңбектеп шыққанша жаттығасыңдар. Кейін жарысқа дейін демалып күшенесіңдер. Түсінікті ма? Иә. Естімел? Иә. Кетің онда жүгіреміз. Дәулет үйде жоқ па? Ол жаттығуында. Есі дұрыс па? Не деген адам? Қайтадан ауруханаға түскісі келіп жүр ма? Ой, апа, мен де айтқам оған. Бір құлағынан кіріп, екінші құлағынан шығып кетеді екен. Жатса да, тұрса да ойлайтын сол спортзал. Ақша табудың қамын неге сөйтіп ойламайды ол? Не ойламасын, ойлайды. Жоспары көп. Қандай жоспар? Туристік базаны сатып алғысы келеді. Я, бірақ бұл тек жоспар ғана. Сен оған көмектес, ақылыңды айт. Ой, апа, бәрін өзі жасақсы келеді. Бөліп төлеп алуға жақсы мүмкіндік туып тұр. Сонда туристік базадан жақсы ақша түсе ме? Неге түспесін? Оның үстіне Дәулет істің кілтін таба біледі. Ақшаны нағып Әлішерден алмайды. Ауқатты жігіт қой енді. Ешкімнен ақша сұрағысы келмейді. Түсінікті. Түсінікті. Енді оған көмектесу керек қой. Линда, егер бұлай жасасақ, оған ақшаны сен берсең. Мен? Әрине, ол ақшаны менен аласың. Енді алғашқы жарнасын төлесін де.
қарызымды міндетті түрде қайтаруым керек деп жатса, кейін қайтарардар. Қалай? Ха? Енді демеп жіберу керек қой ол баланы. Иә, апа, бұл табылған ақыл. Солай жасамаймыз ба? Сен жаймендеп сөйлесіп көр онымен. Жарай ма? Жарайды. Менен алғаныңды айтпа. Кетті ғой. Оң жақтан тас шықты, оң жақтан тас шықты. Бұрыл. Жолға қара. Сол жақтан ағаш шықты, сол жақтан. Қызыл жанды. Шаршадың ба? Күні бойы фермадасың ба? Жоқ, шаршамадым. Ферманың жұмыстарын реттемегенше ұйықтамайтын сияқтымын. Ертеңгісін қоқыстарды шығарып тастасақ, сонымен бір іспет едік. Одан кейін шаруашылығымызды келіп көре берсін. Қалай ойлайсың? Әкімшіліктен қолдай ма? Қолдайтыны анық. Өйткені біздің ферма бұрыннан құрал жабдықтары түгел ферма. Жаңадан ештеңе салудың қажеті жоқ. Қорықпа. Жоқ, қорықпаймын. Неге қорқам? Айтпашы. Талғат саған күні бойы хат жазған электронның жәшігіне. Оқыдың ба? Жоқ. Жазып болсын, сосын оқиын. Саған мен ұмытып кеттім ғой. Не істеп жатырсың? Алтынайға хат жазам деп сөз бергем. Ал Талғат ескертпей-ақ жаза береді. Ол қазір ғой. Кезінде мен де Алтынайға небір талай хаттар жазғам. Онда неге қазір жазбайсың? Енді айтатынды баяғыда айтып тастағанбыз. Мысалы сен үйленгеннен кейін де Талғаттың саған хат жазуын қаласаң, онда қазірдің өзінде күніне кем дегенде 10 хат жазу. Сонда қарқын ұзақ болады. Иә, сендерді білеміз ғой. Онан да жазатының қазір жазып қалсын. Айтпақшы ол қашан келеді? Аптаның соңына қарай келем деген. Үйленгеннен кейін қайда тұрмақсыңдар? Қайдағы үйлену? Біз ол жайында әлі әңгіме айтқан жоқпыз. Қош, онсыз да бәрі түсінікті ғой. Білмеймін. Мен өзім осында тұра беретін сияқтымын. Ал Талғаттың ойы Астанада тұру. Онда ол да осында тұрады. Сен оны жақсылап тұрып жөнге салдың. Әбден арқаңа бағындырып алдың. Сен де қайдағын айтасың. Жоқ, рас. Мен білетін бұрынғы Талғаттың, қазіргі Талғаттың айырмашылығы жер мен көктей. Білмеймін. Меніңше сол баяғы сияқты. Мен білемін. Қой, жарайды. Естай, ұйқың келді ме не? Қайтамыз ба? Кеттік онда. Шай ішесің бе? Жоқ, рахмет, асығыспын. Жоға шық. Бота көрінбейді ғой. Ол жатып қалған. Сен зеніп алыпсың ғой. Жарас келді ме? Енді тек жарас келген соң ғана сәнденуім керек пе? Мен өмірде де осылай әдемі жүрем. Әрине. Мәселен жұмысқа барарда. Солай емес пе? Иә, Сәуле, мәселен жұмысқа барарда. Ал айта берші, кездесулерің қалай өтті? Енді кәдімгі түскі қонағасы, ерлі-зайыптылардың әдеттегідей тамақтану сияқты. Бірақ бәрі сондай керемет еді, Сәуле. Карина, осындай сәттерді қалай армандайтынды білсең ғой, шіркін. Сәуле, жарас осы демалысты бірге өткізейік деп шақырды. Қойшы, ол өзі шақырды ма? Әлде ұсыныс сенің тарапыңнан болды ма? Әрине өзі шақырды. Мен тіпті не дерімді білмей қалдым. Осы бақытты жүзіңді көрмегеніме көп болып еді. Әлшермен кездесіп жүргенде де осындай емес едім. Бірақ жарас Әлшер емес. Енді оларды салыстырудың қажеті жоқ, Сәуле. Қажеті болғанда қандай? Егер өмір бойы тұрмысқа шығамын деп үміттен жүргің келсе, Әлшерді таңда. Ал бақытты отбасылық өмірді қаласаң, жараспен бірге болғаның үшін. Карина. Рұқсат па? Жарас, кел.
Тезоқы. Жақсы. Жарас. Бір мәнісін тауып мені мына жерден алып шығып кетші. Жақсы емес па? Қауіпсіз бұл жер. Не жақсы? Жақында жылданатын шығармын. Шын айтамын. Жарайды. Әлішер, екеуміз сөйлесуіміз керек. Бір жаңалық бар. Біз өртеніп кеткен адам мәйітін таптық. Оны Мәулен деп болжап отырмыз. Мәулен екені анық па? Әзірше жоқ. Сараптама жұмыстары керек болып тұр. Онда неге Мәулен деп ойлайсыңдар? Мәйіттің жанында саған атқан тапанша табылды. Онда дұрыс болды ғой. Мына жерде тығылып жатудың ешқандай қажеті жоқ. Операцияңды аяқта мен үйге қайтайын. Жоқ. Асықпа. Сараптама қорытындысы керек. Күмәнданатын жайы бар. Жарас. Күмәнданудың қажеті жоқ. Мен қазір бас дәрігермен сөйлесіп қойдым. Ол менің өз еркіммен кетуге рұқсат беретін құжат дайындап жатыр. Әлішер, асықпашы. Жарас. Барлық жағынан Мәулен екендігі көрініп тұр. Жоқ. Тек тапаншамен жартылай жанып кеткен құжаттар ғана сәйкес келеді. Ол аз ба? Мен ойымша, Мәулен осының барлығын әдейі жасап отыр. Тәжірибемізде ондай жағдайлар болған. Үстіп ол қарасын батырғысы келіп отыр. Қоқыстан табылған мәйіттің Мәулендікі екені анық. Тіпті Мәулен болмаған күннің өзінде, жаңа сен өзің айттың ғой, ол қарасын батыруға тырысып жатыр деп. Сондықтан да ешқандай қауіп жоқ, шешім бе? Жоқ, рахмет. Онда өзім шем. Әлішер, асуға болмайды. Болды, Жарас, барлығы бітті. Бұнда жатпаймын. Үйге қайтам. Білмеймін. Мына жерге қолыңыз қойып жіберіңіз. Бұл сіздің өз еркіңізбен кетіп бара жатқаныңыз туралы және бір жағдайлар болып қалса, бізге кінәртпайтыныңыз туралы қолхат. Көрдің бе? Дәрігер рұқсат берді. Көмектесем бе? Әрине. Мына жерге ме? Иә, осы жерге. Қазір. Болды. Мінекеңіз. Рахмет. Рахмет. Болды, заттарын жина, өзім апарып тастаймын. Келістік.